Достар, сәлем. Бүгін сіздермен ет қосылған өте дәмді және тойымды салат жасаудың қыр-сырымен бөлісемін. Рецепт қызық болса, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Бізге салат жасау үшін 300 грамм қайнатылған сиыр еті керек болады. Етті мінекей осындай қатты жуан да емес, жіңішке де емес, бірдей 4 бұрыш етіп турап аламыз. Ал көкөністерден бізге 2 үлкен қызанақ пен 2 орташа қияр керек. Оларды да дәл етті қандай етіп тураған болсақ, сондай етіп тураймыз. Сонымен қатар бір сары және бір қызыл болгар светофор бұрыштарында ет пен қиярды турағанда етіп турау керек, яғни көкөністер мен ет бірдей туралғаны абзал. Бұл салаттың дәмінің шығуына тікелей әсерін тигізеді. Ал аскөктен мен кинза мен ақжелкен қолдандым. Оларды қатты майдаламай, орташа етіп тураған дұрыс. Егер сіздерге кинзаның дәмі ұнамайтын болса, онда тек қана ақжелкен қоссаңыздар да болады. Ал енді достар, ет пен көкөністерді терең ыдысқа саламыз. Мінекей достар, қараңыздар, салатқа қосылатын барлық өнімдер бірдей етіп туралған. Соңында кинза мен ақжелкенді қосып, үстінен тұз, қызыл ащы бұрыш, кориандр және паприка саламыз. Бөлек ыдысқа үккіштен өткізілген сарымсақ салып, осы сарымсақтың үстінен қатты қызып тұрған сұйық май құямыз. Және осыны жаңағы дәмдеуіштердің үстінен бірден ыстық кезінде құю керек. Соңында соя соусын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ал енді салаттың бетін жауып, дәмдеуіштер толық сіңіп, дәмі шыққанша кем дегенде 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Мен салатты тоңазытқышта шамамен 3 сағаттай ұстадым. Қазір оны тағы бір араластырып, дәмін көреміз. Салатты қалауларыңызша күнжітпен немесе мен сияқты самырсын жаңғағымен әдемілеп безендірсеңіздер болады. Салаттың дәмі керемет болып шыққан достар. Бұл салатты түскі ас ретінде де жеуге болады. Достар, видеоны қарағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Рецепт ұнаған болса, лайк пен комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болайық.